Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында ерте қартаюға келетін күнделікті әдеттер туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Темекі тарту мен ұйқысыздық қартаю процесін жылдамдататынын барлығы біледі. Алайда сіздің жастығыңызды ұрлайтын басқа да әдеттер бар. Ерте қартаюға әкелетін күнделікті әдеттермен таныс болыңыздар. Сусынды түтікшемен ішкен ыңғайлы. Бірақ егер сусын ішуге оны күнде пайдалансаңыз, ол ерін айналасына зиян келтіреді. Еріннің үстінде ұсақ әжім пайда болады. Сондықтан түтікшені күнде емес, арасында ғана қолданған жөн. Барлық адам бірдей ұялы телефондарының беттерін тазарта бермейді. Сіз оны қолыңызбен күнде ұстайсыз және әртүрлі жерге қоясыз. Содан соң телефонмен сөйлескен кезде оны құлағыңызға, бетіңізге тақайсыз. Осылайша оның бетіндегі микробтардың тері бетіне түсуіне ықпал етесіз. Ал бұл безеудің шығуына келеді. Смартфон беттерін тазартатын арнайы майлықтар бар. Микробтар мен бактериялар таралмас үшін смартфонның бетін жиі сүртіп тұрыңыз. Әрбір адамның ұйықтауға ыңғайлы бір жағы бар. Алайда үнемі тек бір қырымен жату тері бетіне жағымсыз әсер етеді. Себебі бұл кезде сол бір жақ үнемі жастыққа тиіп тұрады. Ол жерде әжім пайда болады және олар терең болып кетеді. Кешке жуынбау жаман әдет. Себебі бетте шаң мен ластықтың ұсақ бөлшектері болады. Оларды жумасаңыз, олар түні бойы теріңізде қалып, тері жаңармайды. Бет жуатын жақсы құрал тауып, күнде кешкісін бетті тазалауды әдетке айналдырыңыз. Басты төмен салбыратып, телефон қарау дұрыс емес. Мұндай әдет дене мүсінінің дұрыс қалыптаспауына және бет терісінің салбырап кетуіне, екінші иектің пайда болуына алып келеді. Күннен қорғайтын құралды қолданбау денсаулығыңызға зиян. Күннен қорғайтын кремді тек жағажайға барғанда емес, күнде үйден шығарда жағу керек. Әйтпесе күн көзіне SPF құралсыз шықсаңыз, ерте әжім пайда болып, тері қатерлі ісігі қаупі артуы мүмкін. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.